Балалар, бүгін сабағымыз 6 сабақ өзін тексер дейді. 2 таңбалы сандар дейді. Балалар, мына жерде тиісті сандарды жаз дейді. 7 ондық 2 бірлік болса 72 деп жазамыз, иә? 9 ондық 8 бірлік болса 98 деп жазамыз. 9 ондық 0 бірлік болса 90 деп жазамыз. Ал 6 ондық болса 2 бірлік деп жазсақ 62 шығады, иә? 62 деп жазамыз. Өте оңай бұл сабақ. Сандарды жаз. 47. 47 болса, мына 47 деп жазамыз. Ал 56. 56 болса, 56 деп жазамыз цифрмен. 62 болса, 62 деп жазамыз. 71 болса, 71 деп жазамыз. 98 болса, 98 деп жазамыз. 98. Ал 34 болса, 34 деп жазамыз. 34. Ал 29 болса, 2, 9, 29 болады екен, иә? Ал келесі үшінші есебіміз сандарды жазуындағы әр цифрды нені білдіреді? Үлгі бойынша әр санды неше ондық, неше бірлік бар екенін жаз дейді. 75. 75 болса, мұны былай шығарамыз. 75. 7 ондық, 5 бірлік деп жазамыз. Мұны 75 деген. Ал екінші 48 дегенді 4 ондық, 8 бірлік деп жазамыз. Ал 23 дегенді 2 ондық, 3 бірлік деп жазамыз. Ал 95-те 9 ондық, 5 бірлік деп жазамыз. Алдындағы сандар ондықтар, артқылар бірліктер болып саналады. Ал 61 болса, 6 ондық, 1 бірлік. Осылай жазады екенбіз есебімізді. Ал келесі сабағымыз 4-ші сабақ. 4-ші асы 69, 20, 47, 95, 38, 51 сандардың көршілерін жаз дейді. Мына көршілерін жазатын болсақ, 69-ның көршісі. 69-ның көршісі 68 пен 70 екен. Ал 20-ның көршісі алдыңғысы 19, артқысы 21. Ал 47-ның көршісі 46 мен 48 екен. Ал 95-дің көршісі 94 пен 96. Ал 38-дің көршісі 37 мен 39. Ал 51-дің көршісі алдыңғысы 50, артқысы 52 сан екен. Мына жерде 87, 60, 81 сандарын алдындағы сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысына түрінде жаз дейді. Мысалы 87-ның алдыңғысы қандай сан болады? 86 болады екен, иә? Мына 86-ны былай жазамыз, мына 86 тең 80 қосу 6 тең 8 ондық 1 6 бірлік деп жазамыз. Мына 86-ны 8 ондық 6 бірлік болады. Ал мына жерде 60 деп тұр екіншісіне. 60-тың алдыңғы саны 59 болады сол кезде. 59-ды мына 50 қосу 9 болса 59, иә? Оны 5 ондық 9 бірлік деп жазамыз. Ал алдыңғы мына 81-дің алдысы 80 болады, 80 саны. Сол кезде мына 80 тең 80 қосу 0 болса тең, оны 8 ондық 0 бірлік деп жазамыз. Өте оңай бұл. Сіздер түсінікті болсын, тағы қайталап өтейін. 87 алдындағы санды жаз дейді. 86 болады, ал 60-тың алдындағы 59 санын жазамыз. Разрядтық қосындысын. Ал 81-дікін 80 жазамыз алдындағы сан. 59 санның графикалық моделін құр дейді. 59 санның график моделін құр дейді. Әртүрлі шаршылар түрінде дейді. Балалар, міне қараңыздар. Мына шаршы түрінде 1, 2, 3, 4, 5 алды. Көкпен боядық оны. Мына 5-еу. Ал мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 саны. Сол кезде 59 саны шығып тұр, иә? Шаршы түрінде жазып, біреуін көкпен, біреуін сарымен боядық. Ал екіншісінде мына екіншісі түсінікті болсын, әртүрлі дөңгелектер түрінде дейді. Әр түсті дөңгелектер түрінде жазамыз оны. Міне қараңыздар, мына жер сары, ина қызылды алдық. 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5 саны. Мына жерде 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 59 саны шықты. Әртүрлі түсте өстіп домалақ түрінде жазады екенбіз. Міне ары қарай
ары қарай жазамыз. Енді мына жерде 5-ші есеп қалып кетіпті. 5-ші есеп сандарды салыстыр дейміз. Мына 29 31 дейді. Қайсы үлкен? Әрине 31 үлкен. 89 91. 91 үлкен. Ал 47 43 дейді. 47 үлкен. 57 56 дейді. 57 үлкен. 64 58. 64 үлкен. 75 68. 75 үлкен. 81 96 96 үлкен. Ал 31 56 56 үлкен екен, е? Балалар, 7-ші есеп разрядтықтан аттама бір таңбалы сандарды қосудың қысқаша кестесін құрай аласың ба дейді. Әрине, бұл өте оңай, қараңыздар. Мына 2 қосу 2 4 болады екен, е? 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады. 2-ге 4-ті қоссақ 6 болады. 2-ге 5 қоссақ 7 болады. 2-ге 6-ны қоссақ 8, 2-ге 7-ні қоссақ 9, 2-ге 8 қоссақ 10 болады екен. Ал мына тура сол 3-ге 2-ні қоссақ 5. Мына насамен насаны қосып отырамыз астына түскен сайын. 3-ге 3-ті қоссаң 6, 3-ге 4-ті қоссаң 7, 3-ге 5-ті қоссаң 3-ге мына 5-ге қоссақ 8 болады екен. Ал келесі мысалы 5-ті алып қарайтын болсақ, 5-ге қосамыз 2-ні 7, 7-ге мына 5-ге 3-ті қоссақ 8, 5-ге қосамыз 4-ті 9, 5-ге 5-ті қосамыз 10 шығады екен, е? Осылай қосады екенбіз. Енді кесте бос орындарға қосындының мәндерін қой дейді. Міне қойып шықтық осылай. Қосу кестенің көмегімен 8 пен 2 сандардың айырмасын мәні қалай табады дейді. Міне балалар, міне 8-ден аламыз 2-ні, міне 8-ден 2-ні алған кезде қанша шықты? 6 шықты. 6 деп жазамыз. Немесе 2-ге қосамыз 6-ны 8 шығады екен, е? Осылай жазамыз. Өте оңай. Есеп шығар дейді. 8-ші есеп. Жараста 30 асық бар дейді. Ол 10 асықты досына сыйлады. Жараста неше асық бар дейді. Міне берілген деп жазамыз. Жараста 30 асық екен, е? Досына сыйлады 10 асықты. Қалды қаншасы қалды дейді. Шешу. 30-тан аламыз 10-ды тең 20 болады. Жауабы жараста 20 асық қалды деп жазамыз. Балалар, келесі сағат кездескенше сау болыңыздар.